Мағжан Жұмабаевтың Сәбит Мұқановқа жазған хаты. Құрметті жолдасым Сәбит, сіз менің Петропавлскідегі орыс мектебінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп жүргенімнен хабардар боларсыз. Қаңтардың басында мені қызметімнен босату туралы мәселе қозғалғанымен де біраз уақытқа басылып қалған еді. Бірақ қаңтардың соңында бұл жай тағы әңгіме болды да мені жұмыстан шығарып жіберді. Не себепті босатылғанымды сұрасам, қалалық оқу ісінің меңгерушісі жалпы саяси себептерге байланысты дегенді айтты. Міне, 20 шақты күн болды, жұмыссыз отырмын. Желтоқсанда көркем әдебиеттердің қазақ баспасымен Толстойдың бірінші Петр Некрасовтың декабристерін аударуға келісім шартқа отырған едім. Содан бері одан да хабар жоқ. Ол жақтан мен өте қиын халде оралдым. Әсіресе жұмыссыздығым жаныма жаман батады. Мен Қазақстанға жаңа жолға түскенімді өзімнің қалам ұшымен көрсетем деген жалғыз тілекпен оралдым. Қалай болғанда да орталыққа жетуім керек деп шештім. Егер жолға қаражат тапсам, орталыққа баруды ойлап отырмын. Әрине, өз халімнің мүшкілдігін айта отырып, сізді де бірдемеге міндеттегім келмейді. Сізге осылай жазуға қазіргі халім итермелеп отыр. Кешіріңіз, бұл хатты қыдырып келген туыстарым жақтан Степняктан жазып отырмын. 4-5 күннен соң қайтамын. Құрметпен, Мағжан. 1937 жыл 20 февраль.